Қазақ тарихындағы 100.000 әскер қатысқан соғыс. Ұлытау жерін таптаған жауға қарсы қазақ әскерінің соғысы 1727 жылы Бұланты және Білеуті өзендерінің арасындағы кең жазық далада өтеді. Екі тарап сарбаздарының саны 100.000-нан асып жығылады. Қазақтың отан соғысына Сәмеке, Әбілмәмбет, Барақ сұлтандар, Саңырық, Бөгенбай, Қабанбай, Наурызбай, Сеңкібай, Шақшақ, Жәнібек, Тама, Есет, Тайлақ, Малайсары, Байғазы батырлар қатысады. Әбілқайыр бастаған қазақ қолы 3 күнде 300 шақырым жол жүріп, жау бекінісіне жетіп алады. Мұндайды күтпеген жоңғарлар жапа-тармағай қашып, тіпті екіге бөлініп кетеді. Екі тарапқа кеткен жау қолын екі жақтан күтіп алған қазақ әскері еш жимастай соққы беріп, жауды жермен жексен етеді. Біз осы жоңғардан басқа ешкіммен соғыспадық па? Дейтіндерге аңдатпа. Қазақтың Орта Азия хандықтары, Қытай, Ноғай, Сібір хандықтарымен болған соғысы жайлы алда шығарылым болады. Лайк басып, пікір қалдырып кетіңіз.